Қайырлы күн, менің тыңдаушыларым Шымкент, Жақсылық Досқайырұлы. Өздеріңіз білесіздер, елімізде конституциялық өзгеріс талқыланып жатыр. Сол бойынша мен біздің осы оңтүстік өңіріне белгілі заңгер, жемқорлыққа қарсы халықтық комитеті қоғамдық қорының уақытша міндетін атқарушы Жаңабек Әбішевке келіп, сол кісінің пікірін сұрауға келіп отырмын. Ал кәні жәке айтыңыз. Құрметті қалайық отандастар, ата заңымыздың өзгеруіне, немесе жаңа заң қабылдау, жаңа ата заңымыздың қабылдауына қатысты кешегі құрылтайдағы президенттің айтқан сөзінің артынша комиссия құрылып, осы мәселе жөнінде уже жұмыс істеп жатыр. Жұмыс қазір 5-6 отырысы өтіп кеткен көрінеді. Ал халық, негізгі халық, осы Қазақстанның қожасы, иесі халық бұл мәселені тірттеп алды. Сондықтан менің айтайын дегенім, өзі мынау қазақы қарапайым халыққа түсінікті болу үшін біз бір ескі машинамызды, немесе ескі үйімізді жаңа үйге ауыстырғымыз келген кезде, оны ескі үйіміздің ұнамайтын жерлерін, оның дұрыс қолданылмайтын жерлерін, немесе жаңаның артықшылығын қандай дүние алатынымызды, қандай керек екенін түсініп алуымыз керек. Сондықтан да ескі конституцияның кемшіліктерінің, оның қай баптары орындалмайтынын, неге қолданылмайтынын сәйкес келіп тұрма, қоғамның өмірі қазіргі қолданыстағы конституциямызға деген сұраққа жауап беруіміз керек. Сондықтан да жаңа конституция қабылдаймыз деген мәселені алдыменен халық шешу керек. Бірінші принципиальный вопрос. Мәселе жаңа заңды қабылдаймыз ба, қабылдамаймыз ба? Қабылдаудың негіздері болу керек. Негіздері не? Ескі ата заңымыздың кемшіліктерін айту керек, немесе оның орындалмай тұрған жерін айту керек. Сондықтан ескі заңымыздағы егер бірінші бабының бірінші тармағында біз халықтың билігіндегі мемлекет деп, яғни демократиялық мемлекет. Демократия деген сөзіміз демократис деген халықтың билігі деген сөзден шыққан. Ендеше сол халықтың билігін билікті тартып алып, сен халық хозяин емессің деген оймен